да бір түгел сөйледі. Ей, Бүкенбай Жәнібек жәрдем бол бүгін інің ай. Осы да бүгін ағалар бір көрінсін көзім ай тарқардай еді ішімнен. Менің де қайғы шеріме қайтып та келер күн болса. Жігіттік дәурен күнім ай, сол күннен қайтып келмейді. Қазасыз пенде өлмейді, үлкейіп келген шағымда, тайыпта тұрған бағымда. Ала көбі кезгеліп қартайғанымды білмейді. Жекпе-жекке шығып тұр бүкілді қазақ ішінен. Көбіктің туғын жыққандай, тумаған екен бір бала, таппаған екен бір дана. Тумаған бұстан ишара, осылай деп бишара көпке жылап еңіреді. Түгел қарттың бұл сөзі, құржылап тұрған көз көзі, қамап тұрған қазақтың құлағына кірмеді. Жанада түгел сөйледі, енді бір көзім шығайын, шыға тұғын балады, бұл тумаса қайдан табайын, атса да өліп қалайын. Не жаным бар аяйтын, осыны қайтып түгел қарт, қарап та тұрып еңіреді. Көзінің жасы сорғалап, қабырғасы сөгілді. Пендемді десең, мына пұшананың ішінен біраз замат шығарып, адада көбі қандақтан алып бер деді кегімді. Қалма қалған жоқ еді бұрынғы ада тегімді. Қалма қалса осыдан елім де кетер айдауға, малым да кетер талауға, ұлым да кетер ұрымға, қызым да кетер қырымға. Біздің үш атаның баласын қалма қалып еді ұрбырында. Қазақты қалма қалды деп жаманды бұлар ырымға. Байқап бір тұрмын қалмақтың алдырар емес сылайын. Қайтер екен кішімді сабырда етіп шығайын. Анау көрген түсімді осы бүгін сынайын. Сол түсімнен бір үміт айдаһардың үстінде төніп та жүрген ақ бұлыт. Кіші да жүзден қалмаққа шықпастан екен бір жігіт. Осының айтып тұрғанда Күнпесіні болғанда алада көбі қалмағын, екі да жүзді жеңдім деп кіші жүздің түсіне ат ойнатып барғанда. Қабағын тастай түйілген, алашын құстай шүйілген, ала көбі қалмаққа шығада шапты бір бала. Жауға шапқан баланың 18 жасы бар, қиылған қара қасы бар. Жаста болса баланың мың балаға басы бар, тап берген қара мұрты бар, астында ақбоз аты бар, ақ қағаздай көркі бар, мойнында тұмар қаты бар. Іскендердей баланың басында біткен шақы бар. Қалмаққа шаптың айқайлап өлімне болып бұйқабыр. Ей, баланы көріп қалмағың, атының басын бұрады, адырнасын құрады. Атайын деп баланы, атпай тұрып баланың аты жөнін сұрады. Сонда бір қалмақ сөйледі, сен ақылған баласын, оттайда қаулап жанасын. Жас жарыңды аямай, маған да неге шабасын. Ажал айдап келді ме, балада қайдай барасын. Сонда бір бала сөйледі, мен бірді қазақ баламын, оттайда қаулап жанамын. Абайлап сөйле көбігім, мен жаста болса адамын. Ей, сенің мынау басыңды жаңғалтама саламын. Алдыма түсті жүре бір, айтқаныма көне бір, астыңдағы қаратты өлмей тұрып бере бір. Тайынбаймын ұрыстың үмітің болса келе бер. Ей, сонда бір қалмақ сөйледі, әуелгі кезек менікі, соңғыда кезек сенікі. Кезектесіп атыспақ бірімнен қалған шөл деді. Батыр болсаң тайсалмай қарсыда қарап тұр енді. Мен қалаған жерден атамен кезекте тұрған қоғымды. Осында қайтып қалмағың, найзасын қолға адады, ырғапта татып қалма қалады. Қалмақта қарап тұрмады, тағы да салдың айданы алдырып тосқа бұл кәпір салып та жатыр айланы. Екі арыстан айқасып, нар бурадай шайқасып, өлімге басын байлады. Айланды қалмақ ұрысқа, балтаны салды соғысқа, өтпегесін балтасы қолында қойды қылышқа. Шапқанда қылыш кеспеді, атқанда оғы өтпеді. Ала көбі қалмақтың бұл жұмысы бітпеді. Сол вақтары барақтың беліндегі алмасы, біресіне түспеді тұрсында қарап десіне. Мінді да батыр күшіне, қылышты көзі көргесем беліндегі алмасы. Сонда бір түсті есіне, енді айналып келгенше суғырды барақ алмасын. Екі да бөлді келдесін, таслады кесіп келдесін. Қалмағаттан құлады, ұзынынан сұрады. Алтындаған атының туылғасы бар екен, еңкейіп аттан алады. Қанаты бар, қаратты жетектеп алып шығады. Батырың болса қалмақтар жанада келдеп шығып тұрады. Алада көбік бөлгесін, қалмақтың белі сынады. Жекпе-жекке шыға алмай, қалмақта қаттап шабады. Қалмақта қаттап шапқанда қазақ нағып тұрады. Арадасып екі жау, мына қатты да соғыс болады. Ерлікті бірақ асырды, дұшпаны жеңіп қашырды. Алада көбік басылды, қартайса да түгел қатпыда бір қырып келеді. Айтпай нағып кетейін, оғай сол секілдің, ой, асылдың, ай.